Следующая игра у нас будет между женскими сборными города Семей и Өскемен. Итак, сейчас на экране вы увидите состав сборной города Семей. Итак. Тіпті рух көтеру мақсатында Семейдің бапкері ұлдар командасында шақырған болатын. Осы допты қақпаға қарай бағыттады. Жоқ, қателік. Асығыс шешім қазіргі бір сәтте ешбір командаға керек емес. Бірден бұрыштан айбаланға асырды. Осы допты қабылдай алар ма екен? Жоқ. Енді бір сұр. Өскемендіктер, кешірім сұрайын. Қорғаныс шегінің шеберлігі бізге ойындар тым көп уайымға толы болды. Қазір не? Гол болар ма екен? Жоқ. Соққы ма? Жоқ. Допқа сәл жетпеді Өскемен ойыншыға қазір. Қазір доп. Мяч в ворота. Рвутся к этой цели. Хорошо, убойная позиция сейчас у 9 номера, но жестко встречает. Мяч до сих пор в игре, но теряются игроки. Сейчас штрафной. Был хороший удар в угол, но защитник остался на ленточке. И момент. Но нужно перевести дух команде. Неудачно здесь сыграла у города Усть-Каменогорск. Тут перехватывает мяч 60 номер. Неудачно здесь. Неудобно было здесь в движении наносить удар. Поэтому слабо. Сендердің командаларын жақсы ойнайды деген үміттеміз. Болып шықты. Қазір я. Естеріңізге бір сала кеттік. Есеп әлі де 0. Бірден бағынаға бағыттады осы допты. Соққы бақтар ма? Жойқын соққы. Берер ме екен? Жоқ, бірден соққы. Добай бағында қазір болды? Жоқ. Семейліктер доптан қосатын болады. Закия, доптың қасында Закия. Бірден соққы бағыттайды. Жоқ. Доп. Айбаланда семейліктердің не болар екен? Жоқ, осы допты қайтара білді қорғаныс. Осы ойынның сенде куәгері болдың ғой, осы ойындағы эмоция. 60 нөмірдегі ойыншы соққы жасады, бірақ 7 нөмірдегі Өскемен ойыншысы блок жасап, мінекей Семей Өскемен шабуылға шықты. Семей қателік жасап жіберді. Бірақ қақпашы дер кезінде алаңға шығып, сонымен Семей жаттықтырушысы тайм-аут алды. Және де қазір өз шәкірттеріне қалай ойнау керек екендігін түсіндірмекші. Және де Өскемен командасынан жеңісті суырып алмақшы. Бірден айбаланға асырды, жерлеті берілген пас. Қазір не ойын қосылды, қателік. Жоқ, қателікті дұрыс қолдана білмеді, ал қазір қорғаушының қолына доп тиген болатын. Пенальти көретін боламызға сіздермен бірге. Осында айып соққыларымыз көп көре бермейміз. Дегенмен, қазіргі бір сәтте Семей қаласында гол салу мүмкіндігі пайда болды. Доптың қасында 60 нөмірлі ойыншымыз. Гол соғар ма екен? Төреші ысқырығы, соққы, гол! Дәл сол жаққа тиді және бұл жеңіс. Семей командасы жеңіске жете білді осы ойында. Есеп 1-0. Не деген ойын, әт деген ай. Ойынның соңынан ең кім жеңетіні белгісіз болды.